Сәлеметсіздер, құрметті сынып жетекшілер. Сіздер өз аттарыңыздан кіресіздер. Міне сынып жетекшісі міне Дариға Сәбитованың атынан кіріп тұрмыз. Негізгі осы жерде сіздерде онлайн мектеп деген бар, және мұғалімге деген бар, сонымен қатар басқару деген бар. Бұл сынып жетекшілерге ғана көрінеді. Осының ішінде оқушылар деген бар. Оқушылар және сыныптар деген бар. Осы 8-ші сынып, мысалы өзіңіздің сыныбыңыз тұрады, тек қана сынып жетекшіге көрінеді. Осыны көзді басатын болсаңыздар, сізде оқушыларыңыз тұрады мына жерде. Егер мынау бала жоқ болатын болса, сіз мына көзді басасыз да мектептен шығару дегенді басасыз. Ал егер бала бұл жерде жоқ болатын болса, оқушыны қосу дегенді басасыз да мына жерге иін жазасыз, ат жөнін жазасыз, тегін жазасыз. Иінді жазсаңыз, ол автоматты түрде шығады. Оның барлық сіздерде деректер бар. Осы оқушыларды кіргізу керек. Одан кейін сыныптарыңызды реттеп болғасын, барлығы басқарудың ішінде сыныптарды реттеп болғасын, кесте дегенді басасыз. Кестені басқаннан кейін сабақ кестесі шығады. Бір аптаны сабақ кестесін кіргізіп тастайсыздар. Ол бір аптаны кіргізсеңіздер, 5-ші аптаны кіргізсеңіздер, келесі апталарға оны көшіре салуға болады. Әр сынып жетекші өзінің бір апталық сабақ кестесін 10 минутта кіргізеді. Пән мұғалімдері сіздер білесіздер кім беретінін. Ал егер пән мұғалім білмей жатсаңыз, күнделіктен қарауларыңызға болады. Күнделіктің ішінде пән мұғалімдері көрініп тұр. Мысалы, таңдайсыз қазақ тілі. Қазақ тілден кім береді? Mesela Қайрамхан Заңғарды алсаңыз, кабинетті көрсетпей қойыңыз. Сосын таңдап қоясыз. Ол мұғалім сосын өзінің КТЖ-сын кіргізеді ғой. Әрбір мұғалім өзінің КТЖ-сын кіргізеді. КТЖ-сын кіргізген кезде оның ішінде тақырыптары болады. Басады, осыны барып, мысалы үшін қазақ тілі мынаны басады, осының ішіне өзінің КТЖ-сын білімденді, КТЖ-ны пайдалану деп өздері кіргізесіздер. Онаның ішінде каждый күннің тақырыптары бар. Егер сабақ кестесін қойып шығатын болса, олардың өз автоматты түрде келеді. Сондықтан сынып жетекшілер мектепті басқару, оқушыларыңызды реттейсіздер мына жерге кіріп, керек оқушыларыңыз қалады, шыққандарды шығарып жібересіздер. Одан кейін кестеге кіресіздер, көзді басасыздар, сабақ кестесін кіргізесіздер. Осылай тез істеп, кешке дейін дайындап қоюларыңыз болады. Ертең, ары күні 3 күн бойы онлайн болуы мүмкін. Сондықтан бүгін біз онлайн мектеп бізге уақытша тегін беріп отыр. Сондықтан осының барлығын тез жасап, пән мұғалімдеріне өздеріңізге үлкен көмек. Рахмет.